Баршаңызға сәлем, сіздермен лайм арнасы. Сіз сүйек сорпасын қалай дайындайсыз? Видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп алыңыз. Сүйек сорпасы бұл бай, құнарлы тағам. Оны рационыңызға міндетті түрде қосу керек. Дұрыс дайындалған сүйек сорпасында кальций, магний, фосфор, коллаген бар. Сонымен қатар желатинге, хондроитин сульфатына бай. Ал сүйектің өзі табиғи коллаген көзі болып табылады. Үлкенге де, кішіге де сүйек сорпасының пайдасы өте көп. Сүйек сорпасы шаштың, тырнақтың саулығына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарын қалпына келтіріп, ішек ауруларының алдын алады. Буын, аллергия, қаназдық, өт жолы ауруларына да ем. Қабынуға қарсы әсерінің арқасында сүйек сорпасы колит ішек инфекцияларын емдеу үшін қолданылады. Сорпаға арналған сүйектер сахарный кость деп аталады. Бұл үлкен буыны бар сүйек. Сорпаның қайнау ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағат. Ұзақ және баяу отта қайнату керек. Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Сүйекті жуып ыдысқа саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатасыз. Содан кейін көбігін алып тағы жарты сағат қайнатып суын ауыстырасыз. Сөйтіп екінші рет ыдысқа су толтырып, қатты қайнатып алып, сосын баяу отқа қоясыз. Егер шамамен 10 литр сорпа қайнатсаңыз, онда 1 лимонды сығып қосасыз. Бұл сүйектегі минералдарды сорпаға шығаруға көмектеседі. Сорпаға дәміне қарай тұз қосып, дайын болған кезде аскөк, сәбіз, жуа қоссаңыз болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз.